Student, how are you today? Today we are going to speak about a jungle, mangrove jungle. Let's do exercise 1. In exercise 1, you should look at the photo of the mangrove jungle. How do you think it is different from a normal jungle? Сәлем құрметті оқушы, бүгін біз mangrove джунгли жайлы сөз ететін боламыз. Бірінші тапсырмада фотоға қара дейді, фотоларға. Және бұнда mangrove джунгли бар. Бұл фотода қалай ойлайсың дейді. Басқа джунглилардан қарағанда айырмашылығы неде дейді бұның. Бұны жазып қойдым мен. Мен бұнда Индияның картасын көріп тұрмын. Жоғары жағында, ал фотодан mangrove jungle-ды көріп тұрмын. I think менің ойымша ол басқа джунглилардан айырмашылығы суға толған. Су. Барлық жерінде су. Екінші тапсырмада. Would be easier to live. Бұнда өмір сүрген оңай деп ойлайсың ба дейді. Неге оны ойлайсың дейді. Транспорт жағы, тамақ, климат жағы қалай ойлайсың дейді. Бұны жазды. Менің ойымша бұнда өмір сүру оңай емес. Себебі транспорт жоқ. Бұнда ешқандай транспорт. Тек қана транспорттың түрі бұнда қайық. Жүзіп жүрген қайық. Менің ойымша тамақ бұл балық. Тек қана балық деп ойлаймын. Климаты ол рейни, жаңбырлы деп ойлаймын. Үшінші тапсырмада бұнда видеоны көр дейді. Видеоны. Одан кейін true false'ын белгіле дейді. Мен жазып қойдым. True false'ты. Мына жерде 1000 емес, 100 islands болады. 100 аралдан тұрады. Одан кейін екінші false. Мына жерде төртінші сөйлемде оңайды қойыпты. Өмір сүру жоқ, оңай емес бұл жақта. Одан кейін екіншісінде false деп қойдым. Potato туралы сөз болған жоқ. Бұлар тек қана күрішпен немеге өмір сүреді. Балықпен өмір сүреді. Ал мына жерде артық жазылған. Бұндай нәрселері жоқ. Төртінші тапсырмада өсу реті бойынша жаз деп тұр. Оны жазып қойдым. Ең бірінші қайсысы болды, екінші қайсысы деген секілді. Бесінші тапсырмада қайтадан көр дейді жаңағы видеоны. Одан кейін позитив жағы, бұның жақсы жағы қандай, бұл джунглида жаман жағы қандай джунглидің, соны жаз дейді. Мен жақсы жағын happy family деп жаздым. Бақытты отбасы, сосын ешқандай соғыс жоқ бұл жақта. Ақша, бизнес деген проблема жоқ деп жаздым. Ал жаман жағы flood, су тасқын болады. Жиі жаңбыр болады. Ешқандай ойын-сауық кешендері еш нәрсе жоқ. Қызықтыру телефон жоқ, интернет жоқ, электроникалық нәрселер жоқ, және де машиналар жоқ деп жаздым. Алтыншы тапсырмада. Бұны дұрыстап жаз дейді. Сөйлемді дұрыстап жаз дейді. Бұл жерде құрғақ күріш даласы бар дейді. Жоқ, құрғақ күріш емес, ол сулы дала. Екіншісі, 4 адам қайықта жүзіп жүр дейді. Жоқ, 3 адам жүзіп жүр. Одан кейін жарты ай көрінеді дейді. Жоқ, толық ай көрінеді. Одан кейін бір адам дейді, басынан неме жүк тасып алып бара жатыр дейді. Жоқ, бір адам емес, көптеген адамдар солай тасиды. 8-ші тапсырма. 7-ші тапсырмада оны көрде қайтадан осы 6-ші тапсырмадағы өзінің жауабын сәйкестендір деп тұр. Соны себептен жасамадым. 8-ші тапсырмада Индиядағы өмір қалай дейді. Қалай ойлайсың, осы тақырыптың біреуін таңда дейді. Мен ойладым, онда mangrove jungle-да нормальный жизнь, өмір. Егер сен қауіпті өзіне неме болсан дейсің, қалай болса, careful болсан, өзіңді жақсы қарасан, саған өмір сүру нормально болады деген тақырыпты таңдадым мен. 9-шы, бұларда ең бастысы су басу қаупі төнеді ғой бұлар. Соны болдырмаса, өмірлері бұлай нормально болар адамдардың. 9-шы тапсырмада өзінің ойынды жазасын. Досыңмен ақылдас дейді. Mangrove джунглида қандай lot of water удила. Сен ол жаққа тұрар медің дейді. Неге тұрар едің, неге тұрмас едің дейді. Сенің тұрып жатқан жерің қандай дейді. Су бар ма дейді сенің тұрып жатқан жерінде.
Ал мен жаздым: Жоқ, су жоқ, мен тек қана жер құрлықта тұрамын. Мен ол жақта тұрғым келмейді, себебі мен су тасқынынан қорқамын, жабайы жануарлардан қорқамын. Интернетсіз өмір, тамақ та бұл да ылғи күріш және де балық қана. Мен үшін бұл жерде тұру өте қиынға соғады деп жаздым. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.